Комплекс сандар бөлімінің 17-де 4-ші есебі. Өрнекті ықшамдаңдар. Бірінші есебі. 3 плюс ай бөлінген 2 минус ай плюс 5 минус 2 ай квадраты. Тең. Бірінші амал бұл жерде бөлу амалы. 3 плюс ай бөлінген 2 минус ай. Бұл амалды орындау үшін біз бөлшектің бөлімінде тұрған комплекс санға түйіндес санды, яғни 2 плюс айды бөлшектің алымы мен бөліміне көбейтеміз. Плюс екінші мәрде жақшаның ішінде комплекс санның квадратын табу керек. Қысқаша көбейту формуласы бойынша 5-тің квадраты азайтылған 2 еселенген 5 көбейтілген 2 ай плюс 2 ай квадрат. Енді осы арифметикалық амалдарды орындаймыз. Бірінші бөлшектің алымындағы 2 жақшаны көбейтеміз. 3-ті 2 плюс айға көбейтсек 6 плюс 3 ай болады. Айды 2 плюс айға көбейтсек плюс 2 ай плюс ай квадрат ол минус 1-ді береді. Бөлінген 2 минус ай 2 плюс ай. Қысқаша көбейту формуласы бойынша 2-нің квадраты 4 минус айдың квадраты минус 1, ол мынау минуспен плюс 1 болып кетеді. Плюс, мынайдегі амалдарды орындаймыз. 5-нің квадраты 25, 2, 5, 2 көбейтіндісі 20-ны береді, минус 20 ай. 2 айдың квадраты 4 ай квадрат болады, 4 ай квадрат ол минус 4-ке тең. Плюс пен минус, минус береді, минус 4. Тең, бөлшектің алымын есептейтін болсақ, 6-дан 1-ді аламыз, нақты бөлігі 5 болады. 3 айға 2 айды қосамыз, плюс 5 ай. Бөлшектің бөлімі 5-ке тең. Плюс 25-тен 4-ті аламыз, 21, минус 20 ай. Бөлшектің алымынан 5 жақшаны сыртына шығарып, бөлшектің бөліміндегі 5-пен қысқартамыз. Сонда 1 плюс ай қалады. Жақшаны ашып тастаймыз, 21 минус 20 ай. Сонда бізде шығатыны 22 минус 19 ай. Бұл бірінші есептің жауабы. Келесі екінші есеп. Түбірасында 3 плюс ай. Түбірасында 3 минус ай. Минус түбірасында 3 минус 2 ай квадрат. Тура алдыңғы бірінші есептегі амалдарға ұқсайды бұл жерде де. Бөлшектің алымы мен бөлімін түбірасында 3 плюс ай, түбірасында 3 минус ай, бөлшектің алымы мен бөлімін түбірасында 3 плюс айға көбейтеміз. Минус. Мына қысқаша көбейту формуласы бойынша түбірасында 3-тің квадраты 3 болады. Минус 2 еселенген түбірасында 3 көбейтілген 2 ай плюс 2 ай квадрат. Тең. Бөлшектің алымын қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. 3 плюс 2 түбірасында 3 ай плюс ай квадрат бізде минус 1-ді береді. Плюс ай квадрат демей, бірден минус 1 деп жазсақ болады. Мынау қысқаша көбейту формуласы бойынша 3 минус ай квадрат ол плюс 1-ді береді. Минус жақшаның ішінде 2 ай квадрат минус 4-ке тең болады. Яғни 3 минус 4 түбірасында 3 ай минус 4 деп жазайық. Асықпай қояйық, өйстіп жазып қоя салайық. 3-тен 1-ді аламыз. 2 плюс 2 түбірасында 3 ай бөлінген 4. Минус, мына жерде минус 1, минус 4 түбірасында 3 ай болады. Тең, 2-ні жақшан сыртына шығарып, бөлшектің алымынан, бөлшектің бөлімдегі 4-пен қысқартатын болсақ, онда бізде 1 плюс түбірасында 3 ай болады. Бөлшектің алымында, бөлімінде 2 қалады. Плюс 1 плюс 4 түбірасында 3 ай. Енді былай істесек болады бұл жерде.
мына бөлшектің әрқайсысын 1-ді 2-ге бөлеміз, 0,5 плюс мынау 2-ден 1 тубырасында 3, яғни 0,5 тубырасында 3 ай болады, плюс 1 плюс 4 тубырасында 3 ай. Тең. Нақты бөлігіне қосамыз, 0,5 пен 1-ді 1,5 болады. 0,5 тубырасында 3 айды 4 тубырасында 3 айға қоссақ, 4,5 тубырасында 3 ай болады. Келесі есеп, үшіншісі. 2 плюс 3 ай минус 2 минус 3 ай бөлінген 1 плюс 2 ай. Тең. 2 плюс 3 ай өзін жазып аламыз. Минус дейміз, бөлшектің алым мен бөлімін 1 плюс 2 айға түйіндес санды, яғни 1 минус 2 айды көбейтеміз. Екі плюс 3 ай өзін жазайық, минус бөлшек. Бөлшектің алымын есептейік. 2-ні 1 минус 2 айға көбейтсек, 2 минус 4 ай болады. Минус 3 айды көбейтетін болсақ, минус 3 ай. Плюс 6 ай квадрат. Ол минус 6-ны береді. Біз әзірше плюс 6 ай квадрат деп жасайық. 1 квадраты 1 минус 2 айдың квадраты 4 ай квадрат. Солай жазылайық. 2 плюс 3 ай минус. Енді мына жерде 6 ай квадрат бізде минус 6-ны береді. Ай квадрат өткен минус 1 кетен ғой. Сода минус 6 мен 2-ні қосатын болсақ, бізде минус 4 болады. Бөлшектің алымы минус 4. Минус 4 ай минус 3 ай ол минус 7 айды береді. Бөлшектің бөлімінде 1 минус 4 көбейтілген минус 1. Ол былайша айтқанда 1 плюс 4 береді, немесе 5 деп жазсақ болады осылай. Тең. Енді бұл екі санды бір-біріне қосу үшін, мынау комплекс санды бір-біріне қосу үшін. Енді қосу емес, бұл жерде азайту болып тұр, минус. Бірақ мынау минустармен плюс болып кетеді қазір. Бір-бірінен азайту үшін мынау ортақ бөлімі келтірейік. Мынау комплекс санды 5-ке көбейтіп, 5-ке бөлейік. Былайша айтқанда мынандай амал орындаймыз да, бөлу 5, көбейту 5 деп. Сонда ортақ бөлімге келеді. Жақшаны ашатын болсақ, 10 плюс 15 ай минус 4 минус 7 ай. Жасылайық, бөлшек ортақ бөлімге тұр 5-ке. Енді жақшаларды ашамыз. 10 плюс 15 ай плюс 4 плюс 7 ай бөлінген 5. Нақты бөлігіне қосамыз. 14 плюс 15-ті 7 айға қосамыз. 15 айды 7 айға қоссақ 22 ай бөлу 5. Осы күйінше қалдырсақ та болады. Немесе 14 бөлінген 5 плюс 22 бөлінген 5 ай деп жазсақ болады. Жай бөлшек емес, ондық бөлшекке де айналдырып жіберуге болады. Ары қарай бұл үшінші есеп тұғын. Келесі 17-те 4-тің төртінші есебі. 3 минус 4 ай 3 минус 2 ай қатынасы минус 4 минус ай 2 плюс 3 ай. Бұл есепті біз бөлек-бөлек амалдар түрінде қарастырайық. Бірінші, мынау бөлшектің мәні неге тең екенін табамыз. 3 минус 4 ай 3 минус 2 ай қатынасы тең 4 ай 3 минус 2 ай. Бөлшектің алымын да бөлімін де бөлшектің бөліміндегі комплекс санға түйіндес санды көбейтеміз. 3 плюс 2 айды. Бөлшектің алымын есептейік. Бірінші 3-ті 3 плюс 2 айға көбейтсек 9 плюс 6 ай болады. Минус 4 айға 3 плюс 2 айды көбейтсек минус 12 ай минус 8 ай квадрат.
ай квадрат ол минус 1-ге тең, сондықтан мынау плюс 1 болып кетеді. Бөлшектің бөлімі 3-тің квадраты 9, қысқаша көбейту формуласы бойынша минус 2айдың квадраты минус 4 береді, ол плюс 4 болады. Сонда бөлшектің алымы 17 минус 6ай бөлінген 13 болады. Бұл бірінші амал. Екінші амал ретінде біз мынау бөлшектің мәнін есептейміз. 4 минус ай 2 плюс 3ай бөлшектің алымында бөлімінде 2 плюс 3айға түйінде санды көбейтеміз. 2 минус 3айды 4-ті 2 минус 3айға көбейтсек 8 минус 12 ай болады. Минус айды 2 минус 3айға көбейтсек минус 2 ай. Так, плюс 3 ай квадрат болады, ол минус 3 береді. Бөлшектің бөлімін қысқаша көбейту формуласы бойынша есептейміз. 4, 2-нің квадраты, минус 3айдың квадраты плюс 9. 3айдың квадраты минус 9 береді, ол мынау минуспен плюс 9 кетеді. Сонда 5 минус 14 ай бөлінген 13 болады. Енді үшінші амал ретінде осы екі бөлшекті бір-бірінен не істейміз? Азайтамыз. Бірінші бөлшек бізде 17 минус 6 айға тең бөлінген 13 минус екінші бөлшек 5 минус 14 айға тең бөлінген 13 тең. Ортақ бөлімге келіп тұр екі бөлшек. 17 минус 6 ай минус 5 минус 14 ай плюс 14 ай болып кетеді. Жақшаны ашқан кезде мынау. Алдында минус бар ғой. Сол кезде бізде нақты бөлігінен нақты бөлігін аламыз. 17-тен 5 алсақ 12. Жорамал бөлігімен жорамал бөлігін біріктіреміз. Минус 6 ай плюс 14 ай бізге плюс 8 айды береді. Бөлінген 13. Бұл төртінші есептің жауабы. Яғни жауабы 12 плюс 8 ай бөлінген 13. Келесі есеп. Бесінші есеп. 3 плюс 2 ай 1 минус 2 ай плюс 5 минус 2 ай 2 минус ай. Бұл амалды орындау үшін де біз не істейік? Бөлік есептейік. Бірінші амал 3 минус 2 ай 1 минус 2 ай. Әр амалды бөлек орындайық. Алдыңғы есептегідей. 3 минус 2 ай 1 минус 2 ай бөлшектің алымында бөлімінде 1 плюс 2 айға көбейтеміз. Енді бұл жерде бөлшектің бөлімін есептей салған тезірек 1-дің квадраты плюс 2-нің квадраты 4 болады. Минус 2 айдың квадраты плюс 4 болып кетеді. Бөлшектің алымы бірінші 3-ті көбейтеміз мынау жақшаға 3 плюс 6 ай болады. Кейін минус 2 айды көбейтеміз осы жақшаға. Минус 2 ай минус 4 ай квадрат минус 1 береді. Сондықтан мынаны плюс 4 деп жазамыз. 3 пен 4 7-ні береді. Плюс 4 ай 6 айдан 2 айды алсақ бөлінген 5. Бұл бізде бірінші амал. Екінші амал ретінде біз екінші бөлшектің мәнін істейміз. 5 минус 2 ай бөлімінде 2 минус ай. 5 минус 2 ай көбейтеміз 2 плюс айға. 2 минус ай көбейтеміз 2 плюс айға. Тең. Бөлшектің бөлімі 2-нің квадраты 4. Минус айдың квадраты плюс 1 болып кетеді. 5-ті 2 плюс айға көбейтсек 10 плюс 5 ай болады. Минус 2 айды көбейтсек екінші жақшаға
минус 4i минус 2i квадрат, ол плюс 2-ні береді. Тең 12 плюс i бөлінген 5. Енді осы екі бөлшекті біріне қосамыз. Үшінші амал. Екі бөлшекті біріне қосу керек. 7 плюс 4i бөлінген 5 плюс 12 плюс i бөлінген 5. Тең болады. Ортақ бөлімге келіп тұр барлығы. 7-ні 12-ке қоссақ 19. 4 айға айды қоссақ 5 ай бөлінген 5. 19 плюс 5 ай бөлінген 5. Бұл есептің жауабы. 19 плюс 5 ай бөлінген 5. Және осы 17-те 4-ші есептің 6-шысын шығарамыз. 7 минус ай бөлінген 5 ай плюс 3 минус 7 ай бөлінген 2 ай минус 1. 7 минус ай бөлінген 5 ай. Бөлшектің алымы мен бөлімін бұл жерде 5 айға түйіндес емес, бірден айға көйдес сақтан істейді, бөлшектің бөлімі нақты санға айналады. Плюс 3 минус 7 ай бөлшектің алымы мен бөлімін. Мынау 2 ай минус 1-ді минус 1 плюс 2 ай деп жазайық. Енді бұған түйіндес комплекстан минус 1 минус 2 ай болады. Бірінші бөлшектен бізде алымын көбейтсек бір-біріне 7 ай минус ай квадрат болады. Бөлшектің бөлімінде 5 ай квадрат. Плюс екінші бөлшектің алымын есептейік. 3-ті минус 1 минус 2 айға көбейтеміз. Сонда бізде минус 3 минус 6 ай болады. Минус 7 айды минус 1 минус 2 айға көбейтеміз. Плюс 7 ай плюс 14 ай квадрат болады. Бөлшектің бөлімі а плюс б, а минус б формуласына саламыз бұл жерде. Минус 1-дің квадраты минус 2 айдың квадраты. Яғни қысқаша көбейту формуласы. Бұл жерде мынау а, мынау б, мынау а, мынау б болады. Сонда а плюс б, а минус б-ның көбейтіндісі болып тұр. Тең бөлшектің алымы 7 ай минус 1-ге тең болады ай квадрат, ол плюс 1-ді береді. Бөлімі 5 ай квадрат минус 5-ді береді, ай квадрат өткен минус 1-ге тең. Плюс мынау 14 ай квадрат бізде, 14 ай квадрат, ол минус 14-ге тең болады. Минус 3 пен минус 17 болады. Плюс ай қалады, минус 6 ай мен плюс 7 ай, минус плюс айды береді. Бөлшектің бөлімі минус 1-дің квадраты 1, минус 2 айдың квадраты минус 4, мынау плюс 4 болады. Мынау минусты бөлшектің бөліміндегі минус, алымда бөлімінде минус 1-ге көбейтсек, минус 7 ай минус 1 бөлінген 5, плюс минус 17 плюс ай бөлінген 5. Екі бөлшек ортақ бөлімге келіп тұр. Екеуін бір бөлшек түрінде жазыламыз. Алымдан қосып. Минус 7 ай минус 1 минус 17 плюс ай. Нақты бөлігіне қоссақ минус 18. Жорамалық бөлігіне қоссақ минус 6 ай бөлінген 5. Осы күйінше қалдырсақ та болады. Немесе минус 18 бөлінген 5 минус 6 бөлінген 5 ай деп жазсақ та болады. Осымен 17-те 4-ші есеп аяқталды.